Мына уағызды сіздерге ешқандай мешітте, ешқандай ұстаз, ешқандай имам айтпайды. Аяғына дейін тыңдаңыздар. Кеше бір қыз келген болады. Енем маған былай деп айтады дейді. Мына тексізді қайдан алдың ей балам? Мына тексіз қыздың маған қызмет жасағаны келіндік қызметінің еш қайсы ұнамайды. Шай қойғанды білмейді, сөйлескенді білмейді. Ажырас бұныңмен. Мен саған басқа қыздар дайындап қойдым. Соларды ал, мыналарды таста деп айтады. Күйеуім болса анасының сөзіне еріп менімен ажырасқалы жатыр. Бұл не сиқырма басқа ма деп сұрақ келген екен. Жоқ, бұл сенің күйеуіңнің топастығы. Сенің күйеуің әлі де үйленуге дайын емес еркек болған екен. Әлі де ерінінің айналасында үсті кеппеген еркек. Жауапкершілік не екенін білмейтін еркек. Естеріңізде болсын, ислам діні бізді ешқашан мұндай әділетсіздікке жетелемейді. Әлгі қыз айтып жатыр. Енді ананың сөзі исламда жоғары тұрмайды ма? Я, жоғары тұрады, бірақ әділеттілік бәрінен жоғары тұрады. Мейлі сенің әкең, шешең, бауырың сені әділетсіздікке үгіттеп жатса, әділетсіздікті жасауға шақырып жататын болса, сен әділетті болуға міндеттісің. Өйткені Алланың есімі бар, әл-аділ. Аллах тағала я кешірімді, күнәнің бәрін кешіреді, бірақ одан бұрын Аллах әділетті. Сенің күнәңді кешіргенімен, Алланың әділеттілігімен сен жасаған күнәң үшін бәрібір жауап бересің. Дәл сол сияқты сенің күйеуің қазіргі таңда әділетсіздік жасап жатыр. Ең бірінші әділетсіздік қайдан кетті? Яғни ең бірінші ашық қаяқта пайда болды. Сен үйге келдің, келін болып, сенің енең күйеуіңнің көзінше сені жамандап жатыр. Мынау не деген әйел, неге алдың, неге бүйттің, неге сөйттің? Егер үндемей шайын ішіп, тамағын ішіп отыра беретін болса, ол еркек әлгі ата-ана бүйтіп қабылдайды. Біздің ұлымыздың көзінше оның алған әйелін таптасақ та сөзбен жесек те, ол нормальный екен деп қабылдайды да, уже бұл бірінші күн осылай болып, екінші, үшінші, 10-шы күні бұдан да хуже бола бастайды. Түбі сол енелер шынымен де өздерінің ащы тілдерімен не істейді? Балаларының ажырасуына себепші болады. Дінді үйтіп манипуляция мақсатында қолдануға болмайды. Мен ата-анамын, бүкіл козыр менің қолымда деген мәселе жоқ. Дін бізді әрдайым әділеттілікке шақырады. Сен еркек адамсың ба? Сен әйелді өзіңе аманат қылып алдың ба? Болды. Ол сен үйлендің, бітті, басшысың деген сөз. Аяғыма массаж жаса, плов мантыны істеп қой, қазір мен келемін деген басшы емессің сен. Сен бағдар көрсетуші, жол көрсетуші, оның ішіп жеуін, толықтай киімінің бәрін қамтамасыз ететін адамсың. Той сен бұрын кайфовать етіп жүрдің ба? Жалғыз өзің үйленетін болсаң саған кайф емес, на самом деле саған хуже, өйткені сен бір әйелді алып жатырсың, аманат қылып Алладан. Және сен оған толықтай жауаптысың. Оның адресіне біреу келіп неше түрлі сөздермен сөгіп жатса, сен оны қорғауға міндеттісің. Ата-ана, я біліп тұрмын, сіздер менің анамсыздар, әкемсіздер. Бірақ дегенмен бұл қыз да дәл мен сіздердің балаларыңыз болғаным сияқты біреудің қызы. Мен бұны қорғауға міндеттімін, өзім үшін алдым. Егер болмай жатыр ма, бөлек шығар. Бөлек тұр әйеліңмен. Ата-анаңа бар қызметін жаса, олардың жағдайын бәрін жаса, және де әйеліңді де тыныштық жерде ұста. Осылай шешу керексің. Шеше алмайсың ба, онда үйленбеуің керек еді изначально. Және де мына нәрсені айтқым келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям